Армысыздар, құрметті оқырмандар. Абай қаласының орталық ауданы кітапханасы ерлер күніне арналған "Ер есімі ел есінде" атты бейнероликті ұсынады. Ерлік елге мұра, ұрпаққа ұран дейді дана халқымыз. Сан ғасырлық тарихымызда ел қорғау жолында талай баһадүр бабаларымыздың есімі алтын әріппен жазылды. Тәуелсіздік пен тыныштықтың қадірін білу үшін біз өткенге үңіліп, ерлердің ерлігін еске алуымыз керек. Өйткені ер есімі ел есінде. Ерлік көрсеткен ерлеріміз қаншама. Соның ішінде Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ даласынан жүздеген мың сарбаз майданға аттанды. Олардың есімдері тарихымыздың мәңгілік шежіресі. Олардың арасынан отан үшін жанын қиған Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов сияқты ер жүрек батырларымыз жайында айтпақпын. Олар қан майданда қайсарлықпен шайқасып, болашақ ұрпақ үшін өмірлерін артады. Қазақтың қайсар ұлы Бауыржан Момышұлы. 1941 жылы отан соғысы басталған кезде Бауыржан Момышұлы өз еркімен майданға аттанып, атақты 316-шы атқыштар дивизиясының құрамында Мәскеу түбіндегі шайқастарда ерекше ерлік көрсетті. Бауыржан Момышұлының даналық сөздерінің бірі: ерлік табиғи қасиет емес, тәрбиенің жемісі. Бауыржан Момышұлының ерлігі ел есінде, ұрпақ жүрегінде. Талғат Бигелдинов, Кеңес одағының 2 мәрте батыры. Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов қазақстандайына біткен жарық жұлдыз. 2-ші дүниежүзілік соғыста ерлік көрсеткен. Кеңес одағының 2 мәрте батыры атанған тұңғыш қазақ ұшқышы. Ол көк аспанды еркін шарлап, жау ұясына жасын болып түскен ер жүрек ұшқыш, ел мақтанышы. Мен аспанда жүріп отанымды қорғадым, ал сендер біліммен, еңбекпен, адалдықпен қорғайсыңдар деп айтқан еді Талғат Бигелдинов. Тек соғыс жылдарында ғана емес, еліміздің әр кезеңінде ерлік халқымыздың бойындағы биік рухтың айғағы. Қазіргі бейбіт заманда ел қорғаны болып жүрген әскери қызметкерлер мен полицейлердің, құтқарушылардың еңбегі зор. Олар да ел тыныштығын күзеткен елдер. Батырлық әр адамның жүрегінде отанға деген шексіз сүйіспеншіліктен туады. Ерлік жасау тек қару ұстау емес, елге адал қызмет ету, білім мен еңбек арқылы қоғамға пайда әкелуде ерлік. Сондықтан біз ерлердің даңқты жолын ұмытпауымыз керек. Олардың ерлігі бізге үлгі, рухани мұра. Бүгінгі ұрпақтың парызы сол батырлардың есімін ардақтап, ерлігін ұмытпау. Мектептерде олардың ерлігі туралы айтып, мұражайларға барып естеліктерді жинау елін сүйетін әрбір жас үшін қасиетті міндет. Себебі тарихты ұмытқан халық өз болашағында жоғалтады. Сол үшін әрдайым жүрегімізде ер есімі ел есінде деген сөз жаңғырып тұруы керек.